Баланың болашағының іргетасын қалайтын ұстаз, мен Тангербердиева Гүлбахар Серикқызы, номері 185 мектеп гимназиясында бастауыш сынып мұғалімімін. Санатым педагог-модератор. 2-ші Е сыныбына жетекшілік етемін. Мен ұстазбын. Сыныпымда 27 оқушы бар. Оқушыларымның әрқайсысы бір әлем, әрқайсысы бір жұлдыз. Ең алдымен олардың бойында мейірімділік пен сүйіспеншілік қасиеттерін қалыптастырғым келеді. Мектепке келгенде оларға шуақ шашып, күлімдеп қарсы аламын. Заман талабына сай өз пікірін еш қысылмай сауатты жеткізетін оқушы тәрбиелеуіміз қажет. Бүгінде осы салада жұмыс істеп жатқаныма 4 жыл. Білім, ғылым, спортты қатар алып жүретін менің дарынды шәкірттерім, мен сыныбымда мақтан тұтамын. Мен олардың жан-жақты шығармашыл болғанын қалаймын. Сол үшін өзім де үнемі ізденісте жүремін. Оларға жол сілтеп, бағыт-бағдар көрсетіп, өмірлік ұстанымдарын қалыптастыруда ықпал етемін. Әрбір бала бір жұлдыз, оларды жарқырату біздің қолымызда. Сапалы ұрпақ, саналы тәрбие. Ұрпақ елдің болашағы, ал сол болашақтың жарқын болуы бүгінгі тәрбиеге байланысты. Сапалы ұрпақ дегеніміз білімді, әдепті, еңбекқор, үлкенді сыйлайтын, отанын сүйетін жас буын. Мұндай ұрпақ кездейсоқ қалыптаспайды. Ол дұрыс бағдар мен жақсы тәрбиенің нәтижесі. Саналы тәрбие ең алдымен отбасынан басталады. Ата-ана баласының алғашқы ұстазы. Үлкенге құрмет, кішіге ізет, адалдық пен мейірімділік қасиеттері үйде қалыптасады. Мектеп білім мен тәрбиенің ортасы. Мұғалімдер тек білім беріп қана қоймай, оқушылардың тұлға болып қалыптасуына ықпал етеді. Достық, жауапкершілік, тәртіп мектеп қабырғасында бекітіледі. Мектеп қабырғасында білім алушылар түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындарды алды. Байқаулар тек білімді тексеру емес, сонымен қатар шынайы өмірге қажетті дағдыларды дамыту құралы. Олар оқушыларды жан-жақты дамытатын маңызды тәжірибе болып табылады. Ашық сабақтар мен жиналыстар оқушылардың дамуына, ата-анамен байланысқа үлкен үлес қосады. Ашық сабақ бұл білім мен тәрбие процесін көрнекі, қызықты және тиімді көрсету мүмкіндігі. Сондай-ақ мектеп қоғамдастығының бірлескен дамуына ықпал етеді. Ата-аналар жиналысы бұл мектеп, мұғалім, ата-ана және бала арасындағы байланысты күшейтетін, тәрбие мен білім сапасын арттыратын маңызды құрал. Сыныптан тыс білім алушыларды серуенге алып шығу, бір-бірін жақсырақ тану нәтижесінде сыныптағы достықты нығайту болып табылады.